Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге бешбармақтың қамырын дайындаймыз. Бізге керек заттар 100 мл су, 100 мл еттің сорпасы, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық тұз және 700 грамм ұн қажет. Жылы суымызға тұзды салып ертіп аламыз. Қатты қамыр илеуіміз қажет. Ол үшін ұнның үстінен 1 жұмыртқаны салып, қолмен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ет сорпасын қосамыз. Одан кейін жылы тұзды суымызды құямыз. Бір келкі масса шыққанға дейін қамырды жақсылап илейміз. Бір келкі масса шыққан кезде 5 минутқа бетін жауып тұндырып қоямыз. Міне арадан 5 минут өтті, енді қамырымыз кішкене жұмсарды. Енді оны жақсылап июін қандырып илейміз. Міне өздеріңіз көріп отқандарыңыздай, осындай қатты қамыр илеуіміз қажет. Қамырды тағы да бетін 5 минутқа жауып қойып, жақсылап июін қандырып илейміз. Міне достар, осындай тегіс, жылтыр, ию қанған қамырымыз шықты. Енді жаюға кірісеміз. Көптеген оқырмандарымның сұрауы бойынша осы видеоны түсірдім. Каналда қамыр жаю туралы тағы да қысқаша видео бар. Өте күшті видео, қаралымы 500 мыңнан асып кетті. Егер көрмесеңіз көріп, лайк басып кетіңіз. Рахмет!
Міне достар, осындай өте жұқа, ар жағында клеенка көрінетіндей қамырымызды жаямыз. Енді қамырды оқтауға орап, ортасынан пышақпен бөлеміз. Қамырды кесіп алдық, енді бірдей төртбұрыштарға бөліп аламыз. Қамыр жабысып қалмасы үшін табақтың үстіне мата төсеп, оның үстінен қамырымызды қоямыз. Жаймалар мінекей осылай бір-бірінен бөлек-бөлек жабыспай тұру керек. Сорпа қатты қайнап тұрған кезде жаймаларды бір-бірден тез-тез саламыз. Мінекей арадан 10 минут өтті, қамыр сорпаның бетіне көтерілді, демек жаймамыз пісті деген сөз. Егер піскеніне күмәніңіз болса, шанышқымен алып, жеп көрсеңіз болады. Жаймаларды осылай қағып-қағып, сорпасын сырқып аламыз. Енді қамырдың үстіне тұздықты арасына кіргізіп салып шығамыз. Ең үстінен піскен етімізді қойып шығамыз. Еттің есі аңқып тұр. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге пайдам тигені үшін қуаныштымын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк қойып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.